Сәлем достар, сендердің бірге мен Ернар. Бүгін бізде мата ойына летсплейімізді жалғастырамыз. Әрине Супер Казахстан серверінде, бүгін бізде Супер Казахстан серверінде супер мега обновление болды. Так, мен сіздерге бірінші айтқым келетіні, ол бізде скин пайда болды. Енді біз скин қоя аламыз. Скин қою үшін так бізде әрбір картадан, әрбір қалада осындай футболка тұрады. Ақ футболка, соған барасыздар да, ақ футболкаға барасыздар. Бар. Короче, өйстіп кіресіздер, мен кака кірмей тұр. Не екен білмеймін, кірсі еще мая. Болды, кірді достар. Так, мына достар, ішін көрсетіп аламын. Осындай бар, осындай. Өздеріңіз қараңыздар. Так, достар, мына көргендеріңіздей сондай скиндер бар. Іші осындай әдемі жасалған. Так, енді біз келесі обновление, келесі мен айтқым келетіні. Так, ол бізде мына штраф төлейтін жер. Енді барлық қалада, барлық 3 қалаға өзі 3 қалада бар. Қазір мен сіздерге соған барып көрсететін боламын. Ендеше кеттік достар, барып келейік, сол кезде кездесетін боламыз. Так, достар, мына келдік. Осындай маркер болады, соған барасыздар да, осы жерден оплатить все штрафы басасыздар. Мен тек қана бірақ деп штраф екен. Так, келесі обновление бізде жаңадан жұмыс қосылды, маршрут жұмысы. Қазір мен сіздерге оны көрсететін боламын. Ендеше кеттік. Так, достар, біреуге келдік, нақты жұмысына. Мен мына жерде қызыл маркерді көріп тұрған жоқпын. Негізі осы жерде қызыл маркер болатын. Бір осы қаланың жартысы айналғанға 80 мың беретін. Қазір мен көріп тұрған жоқпын. Сондықтан біз келесісіне барамыз. Так, достар, бұл біздің алдыңғы видеодағы Lexus LX 570 көлігі. Бұған біз тюнинг жасаған болатынбыз. Ал енді бұған мен винил қойып қойдым осындай. Так, винил деген Toyota Lexus салонның артында. Мына осы жерге дейін барасыздар. Мына осы жерге барғандарыңызда осы жерде тұрады. Достар, бір кемшілігі осы винилдің бұл көп машиналарға жоқ. Оны сіздер осындай. Так, достар, мына қараңыздар. Осындай стрелкалармен бұрып отырасыздар. Так. Міне осындай бар. Өздеріңіз қарап отырыңыздар. Достар, шыққанда S кнопкасын басасыздар, сол кезде шығады. Так, бұл винил қазіргі уақытта тек қана геликқа, сосын мына көлікке, сосын Bugatti Chironға, тағы бір қымбат көліктерге бар. Бірақ жақында барлығы жасалады деп айтты админ. Сосын мына біз скинді 50 мыңға аламыз ғой. Содан кейін мысалға F1-ді басып, қазір жаңадан шыққан обновлениенің екіншісі, қазір мысалға мынандай. F1-ді басып сіздер өлу десеңіздер, өйсі өлесіздер ғой. Сосын сіздер больницадан шығасыздар. Больницадан. Сіздердің алдарыңызға карта шықпайды, енді сіздер ЦП жасай алмайсыздар. Және де сіздердің скиндарыңыз кетіп қалады. Сосын тағы да пицца жұмысы, мысалы сіз скин аласыз, осын сол скинмен барасыздар пицца жұмысын бастау дейсіздер. Пицца жасап жүргеннен кейін, пиццаны жасап болғаннан кейін, сіздің скиніңіз қайттан келмейді орнына. Пицца жұмысшысының скині қалып қояды. Соны да жасай жатыр, сосын мына жердегі маршрут жұмысында да жасап жатыр. Және де ең қызықты обновление, достар, ол бізде қалайды. Голосовой чат дейді ғой, мына қараңыздар. Анау маған сөйлеп тұр.
Z-ті басасыздар, яны сөйлейсіздер. Мына көрдіңіздер ма? Не болды, мысалы сөйтіп сөйлейсіздер. Оны сіздер есту үшін настройкаға барасыздар. Сосын арадан общая громкость басасыздар да өйстіп көтересіздер. Достар, мен дауысым естілмей қалуы мүмкін, сондықтан да кішкене қатты көтермей қоямын. Көрдіңіз? Сен видеодасың, короче. Так, достар, көргендеріңіздей ғой, короче, бәрі жасап тұр. Так, достар, және де бізде келесі обновление, қандай обновление басталды. Так, достар, мінекей келдік. Мына алдыңғы бөлімдегі AMG Mercedes көлігі. Так, қазір мынаны тыйып тастайын. Атауын межеп кетті, қазір күте тұрыңыздар. Болды, так, өшірілді. Так, бұл тюнинг дейтін мен дөңгелектерімізді көп тұрғандарыңыздай. Осы деген мына F11-де мына шетте тұрады. Қызылмен көрсете салам қазір. Сол шетте тұрады. Ал енді кіріп көрейік. Так, мына достар, кіргенде мына передний деп тұр нарада. Одан кейін арада радиусын, мысалы. Так, нарада радиусын үлкейтіп кішірейтуге болады. Сосын ширина былай шығаруға болады. Сосын развал құлатуға болады. Сосын өйстіп вилеттігін кіргізіп, ішіне кіргізіп болады, әлде шығарып қоюға болады. Мына нарадан дискларын таңдайсыздар. Мен осындай. Так, мына 17 диск бар екен. Так, мысалы осыған қоясыздар да, цвет дейсіздер. Осыны осы жерден былай ауыстырсаңыздар болады. Екеуін екі түрлі қойғыларыңыз келсе, нарадан заднийді өшіресіздер. Одан кейін тек қана мына алды селеп. Одан кейін заднийға барасыздар. Заднийдікін басқаша қойға болады. Сосын мынаны аласыздар да, нарадан передний дегенді аласыздар да, заднийға қоясыздар. Сосын бөліп өзгертесіздер. Осылай істетесіздер. Бірақ сосын оплатить басасыздар. Бірақ менде істеліп қойғанмын. Өзіме ұнайды осында тұра береді. Менде дохуй ақшамен баймын ғой. Қараңдар ше, мен ақшам баймын ғой. Маған бәрі ақшаны беріп жатыр. Мен ала ғой деп. Достар, бүгінгі видео осы. Егерде видео ұнаса, лайк басып каналға жазылып кетіңіздер. Сендермен болған мен Ернар. Және де Алворд Нана дейді. Короче, давайте салоңдар. Моя малышка, твоя улыбка, ең әдемі, самая вышка.